Армысыздар достар, бүгін сіздерге gerund тақырыбының жалғасын түсіндіретін болам. Бүгінгі біздің үйренетін нәрсеміз verbs followed by gerunds, яғни белгілі бір етістіктерден кейін gerunds жалғанады. Бұл gerunds дегеніміз не екендігін алдыңғы сабақта сіздерге түсіндірген болатын. Жалпы gerunds деген сөзді естіген уақытыңызда сіз етістікке ing-дің жалғанатындығын және бұл жалғана отырып бізге зат есімнің қызметін атқаратындығын біз түсінуіміз керек. Бұл герунди деп айтады ғой орысшада gerunds. Енді осы қай етістіктерден кейін біз gerunds'тарды қолданамыз, осыларды мұқият үйреніп алайық, жаттап алайық, кеттік. Gerund белгілі бір етістіктерден кейін қолданылады екен. Сол етістіктерден кейін келетін gerunds'тың орнына біз зат есімдерді де қолдана аламыз. Міндетті түрде тек қана gerunds'пен бітуі шарт емес. Және gerundтардың, яғни герундимен бітетін сол сөздердің әрқашанда сөйлемнің ішінде зат есімнің қызметін атқаратындығын білуіміз керек. Одан кейін кейбір some of the verbs can also be followed by that clause. Кейбір етістіктер өзінен кейін that деп басталатын тіркеспенен де біте алатындығын біз білуіміз керек. Кеттік. Қазір мынау таблицаға назар аударыңыз. Verbs which can be followed by nouns or gerunds. Мына етістіктер дейді, кей жағдайда зат есімдермен жалғасады, немесе герундимен, gerundпенен жалғасады екен. Бұл етістіктердің әрқайсысына тоқталып аудармасын жасап өтпей-ақ қойып, қысқа нұсқа түсіндіріп өтейін. Мысалы, avoid working somewhere, avoid sleeping somewhere. Avoid деген избегать деген сөз, яғни қашқақтау, бір нәрседен абай болу, сақ болу деген мағынаны білдіреді. Celebrate, тойлау деген сөз, яғни бір нәрсені құттықтау, тойлау деген мағынаны білдіреді. Celebrate living a healthy life, яғни здоровый образ жизни, яғни денсаулықты сақтай отырып өмір сүруіңді тойлау деген мағынаны білдіреді. Мен қарапайым бір сөйлемдер беріп жатырмын. Мағынасын қазір түсіне жатасыздар. Келесі мысалдарға қарай отырып. Мысал қараңызшы. I avoid going to the dentist. Мен тіс дәрігеріне барудан қашқақтаймын деген сөз. Яғни бармауға тырысамын деген мағынаны білдіреді. Немесе avoid going деп біз мына жерде герундиді қолданып тұрмыз ғой, ing-мен бітетін етістікті. Немесе осының орнына тек қана зат есімнің өзін де жаза салуға болады. Яғни жаңағы тізімдегі мынау таблицадағы етістіктерден кейін тек қана зат есімнің өзін ғана келтірсеңіз қате болмайды. Мысал қараңызшы. I avoid going to the dentist. Тіс дәрігеріне барудан қашқақтаймын деген сөз. Немесе I avoid chocolate. Мен шоколадтан аулақ жүрем деген сөз. Немесе өзімді аулақ ұстаймын деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіз бе? Шоколад мына жерде тек қана зат есімнің қызметін ғана атқарып тұр. Мына жердегі біздің үйренуіміз керек нәрсе я зат есіммен бітеді, я герундимен бітетін етістіктердің тізімі деген сөз. I miss taking walks in the morning. Мен таңертең жаяу жүретін күндерімді сағындым дейді, жаяу жүретін кездерді сағындым дейді. Яғни taking walks мына жерде герунди болып тұрса, I miss England деп miss-тан кейін тек қана зат есімді ғана қолданып кете берсек болады екен. I have finished working. Мен жұмыс істеуді тоқтаттым, яғни жұмыс істеп бітірдім деген сөз. I have finished the cake. Finish деген сөзден кейін біз working-ді қолдандық, немесе тек қана зат есімнің өзін ғана қолдана салдық. Осылайда сөйлемдерді жасай береді екенбіз. Келесі сөздерге назар аударайық. Кейбір етістіктер дейді өзінен кейін зат есімді, герундиді, немесе that clause, яғни that деп басталатын тіркестерді алады екен. Мысалдар ретінде мынау етістіктердің тізімін көріп алсаңыз болады, осыларды жаттап алсаңыз да болады, негізі дұрыс болады жаттағаныңыз мағынасын түсіне отырып. Жерде назар аударайық мына мысалдарға. I can't imagine living in that big house. Мен анау үлкен үйде тұруды елестете алмаймын деген сөз. I can't imagine a purple unicorn in my yard. Мен көз алдыма қызғылт, жалғыз мүйізді жылқыны елестете алмаймын өзімнің есігімнің алдында дейді. I can't imagine that he lied on purpose. That деп тұр, көрдіңіз бе? Мен оның дейді саналы түрде, яғни әдейі өтірік айтқандығын елестете алмаймын деген сөз. Яғни that деген тіркестен басталатын сөздерді де біз мына етістіктерден кейін қолданып жатырмыз. Байқасаңыз, үш түрлі формада беріп көрсеткен.
герундимен, зат есіммен немесе that clause'бенен берген екен. Мына жерге қараңыз. I understand French. I understand fishing pretty well. I understand that you would prefer to stay. Яғни, осындай етістіктерден кейін біз үш түрлі сөйлемдерді жасап кете бере алады екенбіз, достар. Жалпы мына етістіктерге назар аударсаңыз, әрқайсының мағынасын тиянақты біліп алған жөн деп білем. Acknowledge деген сөз бұл мойындау деген мағынаны білдіреді. Яғни бір нәрсеге қалай айтсам болады. Мысалы дейік, I acknowledge the privilege of the king. Мен корольдің, яғни патшаның привилегиясы, артықшылықтарын мойындаймын деген сөз. Яғни мойындау деген мағына келеді. Admit, бұл да мойындау. Anticipate, күту бір нәрсені. Ожидать деген сөз. Appreciate, бұл бір нәрсені бағалау деген сөз. Құнын бағалау, жасаған әрекетінің артықшылығын анықтап көрсету деген мағынаны білдіреді. Deny, отрицать деген сөз. Яғни бас тарту, солай болатындығына келіспеу деген мағынаны білдіреді. Imagine, елестету. Mean, бір мағына білдіру деген сөз. Mention, бұл еске салу деген сөз. Propose, бұл ұсыныс жасау деген сөз. Purpose емес, propose, мұнан жазылуына назар аударыңыз. Recall, еске түсіру деген сөз. Recollect, бұл да еске түсіру. Remember деген мағынаны білдіреді. Report, жариялау деген мағынаны білдіреді. Suggest, ұсыныс жасау. Understand, түсіну деген сөз. Fear, қорқу. Like, ұнату. Hate, жек көру. Love, сүю деген сөз. Intent, бұл ниеттену деген мағынаны білдірсе. Prefer, бұл қалау деген сөз. Предпочитать. Recommend, ұсыну, рекомендовать ету деген мағынаны білдіреді. Жалпы алғанда осы етістіктерден кейін біз зат есімді де, герундиді де немесе that clause'ды да қолданып сөйлемдер құрай бере алады екенбіз, достар. Бүгінгі түсіндіретін тақырыбым осы. Белгілі бір етістіктерден кейін келетін герундилардың тізімін біліп алу болатын. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметті болыңыздар.